Sürüp alın da. Düzünü sürüp alın da. Tavuğun üstüne kadar. Жоғары көтеріп келе жатырмыз. Прям салқын судың иісі келіп жатыр. Мен сіздерге керемет. Şimdi dostlar, қолдан келгенше сіздерге әдемі жерлерді видеоға түсіріп көрсетіп жүрміз. Өте тамаша, өте керемет, таза ауа, таудан шашырап аққан суларды көріп, тамаша қылып, бір ізда болып қалатын жері. Таусылмайтын суларды көріп таң қаласың. Осы таудың ішінің бәрі суға тола ма деп, қайдан келіп жатыр бітпейтін сулар шашырап ағып жатқан. Өте керемет. Міне тамаша, міне керемет достар. Жақта басында маған жоқ. Бармай ма яқа қой. Мына камерасы болады. Бұл жерден көп түсірмедік, ары қарай кеттік, жоғары қарап. Ана бақты тамада. Ana gittik tağda yoğal köşeleri. Oyuncakta köşeleri. Ya boyda söylüyorsun dostlar. Mına keremет жерді көріңіздер. Не деген сулар шашырап ағып жатқан. Айналаның бәрі көгал. Таулардан водопад болып тоқтамай ағып жатқан суларды көріп, кешке дейін дем алдық осы жерде. Сіздер де келіңіздер, зират етіңіздер. Осы жерде дачалар бар екен, арендаға береді. 40 мың, 50 мың сом, Өзбекстан сомымен. Қазір соңында көрсетеміз. Қай жерге барып қонғанымызда, дачада адамдар өте көп. Кішкентай балаларға дейін алып келген суретке түсіп жатыр. Міне керемет. Орысшалап айтқанда водопад. Салқын су, таза ауа. Адамдар өте көп келген. Жақсы төменде жүр, сыймай. Мына жақта тағы водопад бар екен. Не деген тау.
Осы жердегі адамдардан сұрап көргенбіз, қашаннан бері бар осы жердегі Шаршара зират ететін жерде. 6 ғасырдан деді. Кім білетін болса, комментарий жазып қалдырыңыздар. Может, 4 ғасырдан бері бар ма? Көбісі осындай әдем жерлерге суретке түсіп жатыр. Балаларымен, немерелерімен, мына қыздар да суретке түсіп жатыр. Осындай тамаша. Мына осы жер әдем екен негізі. Ең маған ұнаған жер осы жер екен. Двойной поток сулар ағып жатыр. Водопад болып. Адамдар өте көп келген. Анау жоғарысына да шығып алып суретке жатыр. Енді ол жоғарыда апасының құлап кетуі мүмкін. Біз шықпадық ол жаққа. Таң қалып тұр, неше? Мына талдарға таң қалып тұр, талдың арасында. Талшағына шидар екен, қарана бүй. Шиді қырық. Мына жерге жазып қойған Санкардак шаршарасы деген. Главный вход осы жерден кіреді екен. Сол жерде машинамызды қойғанбыз, сол жақтан объектеніп, кафеде объектеніп болғасын дача қарау керек. Бүгін қонатын бір күн арендаға көрсетеміз сіздерге. Видео ұнаса лайк басып, подписацияны ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Міне достар, біз осы кеше қонған осы дачадан жоғарыдан түсіріп тұрмын видеоны. 40 мың сомнан 5 адамға жалдадық. Отдельно дача тапты осы жерден жоғарыдан. Анау жақта дачалар көп, мұны бәрі шашлик істеп жатыр, біреулер шомылып жатыр, дем алып жатыр. Мына машина келген машиналардың бәрі зират етуге келген, қыдырып келген машиналар. Ана жерде қазақи киіз үй көрдік, бара алмадық, соны ұмытып кеттік барамыз деп ше. Қазақша киіз үй де бар екен. Бәрі арендовать етіп жатыр адамдарды. Өте күшті, керемет, таудың бөктерінде сондай демалысқа келеді екен көп адамдар. Жақынырақ көрсең, ана киіз үй, қазақтың киіз үйі бар. Керемет. Ол бір күн қонып, уже біз қайтып бара жатырмыз. Екінші күн бар тағы тамашалаймыз. Санкардак Шаршараны. Барынша сіздерге әдемі жерлерді түсіріп көрсетуге тырысамыз. Лайк басып қойыңыздар, подписацияны ұмытпаңыздар, достар. Не деген табиғат, керемет. 2 күн жүрдік осы жерде. Сіздер де келіңіздер, зират етіңіздер, қыдырыңыздар. Мынау көріп тұрған дачалардың бәрі арендовать етіп жатыр адамдар. 50 мың сом, 40 мың сом адам басына дачалар. Мұнаға міндермесін кеше? Негізі осы жерден қазір көрсетем. Осы жерге жақын жерден жалдағанбыз кеше. Сонымен қасындағы жігіттер ұнатпады. Өткен су ағып жатыр, сарылап. Түнімен ұйқы бермейді, адамдар ары бері жүріп. Мынау таулардың арасымен келе жатырмыз. Тауларды байқасаңыздар, өте керемет. Тура Ауғанстанның тауларына ұқсайды. Иран, Душанбенің тауларына ұқсайды екен.
не деген крутой перевалдар, поворот. Не достар, екінші күн келдік Санкардак шаршараға тамашалаймыз, қазір көрсетеміз сіздерге тағы да. Кешегі жерге тағы қайтып келдік. Қимай жатырмыз. Кетіп қалайық десек. Тағы да видеоға түсірейік кішеді. Міне керемет. Міне достар, тура ең басына төбесіне көтерілдік. Не деген табиғи көрініс. Бүкіл Өзбекстанның бәрі осы жерге жүрген сияқты. Анау төбесіне шыққан кеше біреулер. Шаршараға келіп, Surxondaryo облысында. Ең керемет, анау таудың тесіктерінен ағып жатқан сулар, Несі, тұрғылықты адамдардан сұрадық, қашаннан бері осы пайда болған ешкім анық мәліметтеріне біле алмайды екен. 6 ғасырдан бері бар дейді біреулер. Біреулер 4 ғасырдан бері дейді. Кеткімізге не қалды екісі? Мәтелі сүрілді түспейсіне ма, Бақса, қамады. Ана жерге барында сүрілді барында. Ана жақты. Surxondaryoda deymiz. Buxorodan 5 Ana жерге ішіне түсіп жатыр су өткен. Міне достар, зират ететін нағыз жер осы жер екен бізге айтқаны. Анау күмбездің ішінде бір әйел қанша ғасырдан бері осы жерде қайтыс болған, осы жерде мүрдесі жатыр деген аңыз әңгіме бар. Осы жерде біз зират етіп, Құран оқып кеттік осы жерде. Бір әйел қай ғасырда қайтыс болғанын бірақ айтпады, ешкім білмеді. Сонда аңыз әңгіме бар екен. Садақамыз осы жерге тастадық. Қайыр дейдім. Ешкім білмейді қай жылы осы жерде зират етуге келеді деген адамдар.
Мына жерде бакалашка сатып атыр, ана судан алып кетуге болады екен үйге. Bir бакалашка нече пул? 5000 сом екен, сом, өзбекский соммен. Суы сондай шырын, татты. Biz алайын деп жатырмыз, бесеуміз 5 бакалашка алып кетеміз үйдегілерге. Еще пайдасы бар екен. Адам денсаулығына, организмге өте пайдасы бар екен. Келсеңіздер су алып кетуді ұмытпаңыздар. Осы жерде. Кіре берісте. Осы жерде бакалашка сатып тұрады. Су қандай сендер? Шырын ба? Татты ма? Або. Шырын су, 5 литр шырын судан алып жатырмыз. Я, бұл аны зиярат бақтан ғой, зиярат бақтан. Мың дәртке дауа. Пустой баклашты 5000 аламыз ба? Қалай екен? Сол екен бізде. Күніге адам келеді. Адамсыз болмайды екен бізде. Әрі зиярат етуге келеді, жаңа көрсеттім бір әйелдің. Бір әйелдің қайтыс болған жерін көрсеттім жаңа. Бірақ қашан қайтыс болған, қай жылы қайтыс болған ешкім білмеді. Соған зиярат етіп келеді екен көп адамдар. Осындай базар алдында бәрі сатып тұрады, құрт. Не деген дау құрттар мыналар, Қаншадан бұлар? 10 мың сом. Құрттарда. Қалай қызыл бұрыш қосқан тұр. Ha? Қызыл бұрыш қосқан бара. Шығып кеткенше осындай базар. Ya dostlar, қайтып бара жатырмыз уже. 2 күн тамашаладық. Түсірген видеомыз ұнаса лайк басып, комментария жазыңыздар. Подписаться болуды ұмытпаңыздар. Өте керемет әсер алып қайттық. Міне достар, таулар өте керемет. Осы таудың ар жағында Душанбе, Тәжікстан деген. Тура Ауғанстанның тауында жүргендейміз. Перевал, крутой повороттар қалған арасында. Керемет таулар. Күніге адам үзілмейді екен бұл жерде. Күнде адам күнде.
жерде? Гостиница ма дейме? Отель? Қаншаға қоймаймыз? Гостиница керек десеңіздер, ана жерге барасыз. Ана жерде мына жақта жол бар, жолмен осылай барасыздар. Ол жерде енді сәл қымбаттау екен. Потому что барлық условия бар ол жерде. Анау отель. Құдай нәсіп болса, жолың ашық болса, осы жерге қарай кетпейсің. Бір мәрте келсең, қайтып бұл жерден кетпейсің. Сарқияны су бар, ақша бар.
тоқтадық. 5 минут перекур. Андай керемет. Таза ауа. Ешқандай радиация жоқ ана жерде. Антенна жоқ. Сіздер де келіңіздер. Демалыңыздар, бір күн, 2 күн бәрін көрсеттік деп ойлаймыз. Сіздерге ұнаса, бізге ұнағаны. Кафеге тоқтадық, тамақ жейміз деп. Аты не, қандай? Байсынның кафесіне тоқтадық, тамақ жейміз. Байсынның енді Тайсонда жібересің. Міне достар, Қашқадария облысына келдік. Қашқадарияға. Міне қанша километр қалды, кім біледі? Бұқараға дейін. Bir uşum can kolay koysun. Topuktan önce falan uşum. Самолетler gösterdi bakmışsın. А где вертолет? Karşıdamız. Aviasyonun частным başlamalı. Қандай самолет қоя? Реактивный самолет емес па? Aviasyonun частным. Самолет. Қош келіпсіз. Қош келіпсіз. Қарауыл базар ма? Қарауыл базар. Geldi kayıtlaştılar. Қазақ ауылдар тұратын жерді көрсетіп достар сіздерге. Видеоның соңына дейін көріңіздер.